2007 жылдың жазында мен енді 5-ші сыныпқа көшейін деп жатқанда, біз әпкем екеуміз DVD-дан Нарутоның 40 сериясы бар дискісін көріп бітірген болатынбыз. Ол кезде біз бірінші сезонның өзін соңына дейін көрмеген едік, бірақ қолымыздағы диск 181 және 220 серияларға дейін еді. Соңғы серияны көріп бітіргеннен кейін және эндингті қоса әндеткен соң, әпкем екеумізді таң қалдырған анонсты көрдік. Яғни 220 серияның соңы және сол серияның соңындағы Наруто Шиппуденнің анонсы. Дәл сол уақытта Наруто Шиппуден анимасы 10 жыл уақыт бойы мені қаншалықты қатты қуантса, оның кейбір сәттері мені соншалықты қатты мұңайтатынын мен әлі білмедім. Ал менің әпкем анимеде болып жатқан абсурдты көріп, Нарутоны аяқтамай мәңгіге тастап кетті. Сәлем достар, сіздермен аниме өмір, және мен бүгін сіздерге Наруто Шиппуден анимесінің минустары жайлы айтатын боламын. Және менің сіздерге берер тапсырмам бар. Видеодан Бякуганды тауып, тайм-кодтарды астына жаза кетіңіздер. Дұрыс тапқан адамдарға әдеттегідей менен лайк. Кеттік. Аниме дегенде менің есіме ең бірінші Наруто түспейді. Бұл қателік емес, сіздер бәрін дұрыс естідіңіздер. Наруто мен үшін жай аниме емес, бөлек әлем сияқты. Сенде де дәл солай болса, астына комментарийге бөлек әлем сөздерін жазып кет. Қанша екенімізді көрейік. Және бүгін мен сол әлемнің Шиппуден деген бөлігінің кемшіліктерін атаймын. Себебі біз Нарутоны қаншалықты жақсы көрсек те, бәрібір тайтлдың шығу барысында авторлар, студия және тағы да басқа соған қатысты адамдар біраз нәрсе бүлдіріп алған еді. Және осы қателіктер бүкіл тайтлға әсер етті. Сол үшін оларға тоқталуымыз керек. Ең бірінші айқын кемшілік ол суреттің салыну стилінің нашарлауы еді. Яғни ол бұрында техникалық жағынан керемет емес еді. Анимедегі фондар, кейіпкерлердің түрі, қимылы өте нашар әрі тұрпайы жеткізілген. Филлер серияларды тіпті көзің ауырады. Әдемі сурет Итачи жайлы флешбектерде, басты шайқастарда, сюжет үшін маңызды серияларда және Нарутоның толық метражды фильмдерінде ғана пайда болады. Фильмдердегі сурет әрине топ, бірақ қазіргі мәселе бөлек. Менің жеке ойым, сапасы төмен сурет бұл үлкен қателік, себебі Наруто үшін сол кезде және қазірде әлемдегі көптеген адамдар қаржы құюға дайын. Кез келген мықты студия қомақты қаржы үшін жұмыс жасауға келіседі және көп қаржы бөлінсе, олар жұмысты сапалы түрде жасап, өздеріне жұмысқа мықты аниматорларды тарта алады. Ал Наруто деп айтсаң, демеуші де бірден табылады, себебі Наруто өте танымал тайтл, яғни бұл проблеманы шешуге болатын еді, бірақ жоғарыда отырған адамдар бұл проблеманы маңызды деп санамаған сияқты. Филлер сериялар Наруто анимесінде көптеп кездеседі. Филлер сериялар бірнеше мақсатта қолданылады. Олардың ең бастысы аяқталмаған манганы аниме оқиға желісі бойынша қуып жетпеуі керек. Филлер сериялар соған жауап береді. Бірақ Наруто Шиппудендегі көп филлерлер мен көрген ең қызық емес. Филлер сериялардың қатарында көптеген фанаттар Нарутоны сол үшін кезінде тастап кеткен болатын. Қаншама жаңа фанаттар филлер серияларды тастап кетіп жатады, және мен оларды түсінемін. Бұл мәселені шешуге болатын беді. Әрине болатын еді. Жаңа мен сіздерге филлер сериялар бірнеше мақсатта қолданылады деп айттым ғой. Ол мақсаттар мынадай: оқиға желісіндегі кейіпкерлер мен жалпы аниме әлемін ашу, аниме әлемін кеңейту, кейіпкерлердің өткен өмірмен таныстыру және тағы да басқа. Менің өзіме Наруто Шиппудендегі Киба, Тентен, Гаара жайлы филлер сериялар және Чикара филлерлық аркасы ұнаған болатын. Оған қоса филлер серияларды мангада болып жатқан оқиғалармен байланыстырып, канон толықтырушы филлер сериялар жасауға да болар еді. Наруто мангасы бітпей жатып, біз бәрібір филлер серияларды анимеден көрер едік. Ал филлер серияларды қызықты әрі пайдалы ете түсу арқылы көптеген фанаттарды ұстап қалуға болатын еді. Бірақ Наруто Шиппуденді жасаған студия
Филлер сериялардың басым бөлігін онсыз да анимеде тым көп көрсетілетін Нарутоға арнап біраз нәрсені бүлдірген еді. Нарутоның келесі көп адам байқаған кемшілігі ол Power Level'дің, яғни қазақша айтқанда күш деңгейінің тым жоғары болып кетуі еді. Анимені Наруто дауылды шежіре деп емес, Наруто құдайлар шежіресі деп өзгертсе де, одан анименің мәнісі еш өзгермес еді. Көз алдымызға бірінші сезонды елестетейікші. Нарутодағы төбелестерде ол кезде тактика мен стратегия үлкен маңызға ие еді. Шиноби жасырын түрде ешкім білмейтіндей жұмысын жүргізіп, миссияны сәтті аяқтауы маңызды болды. Ақыл, қулық, стратегия арқылы шинобилер үлкен жетістіктерге жетуі керек болған. Яғни бір қарсыласты жеңу үшін тек мықты техника ғана емес, ақыл мен қулық та керек еді. Бірақ анимедегі оқиға желісі алға дамыған сайын, оқиға желісі үшін маңызды кейіпкерлердің күштері өсе берді. Сол үшін бұрын күшті деп танылған жақсы әрі жаман кейіпкерлер енді ойыншық болып қалды. Мысалы, бірінші сезондағы аттарынан ат үркейтін Орочимару, Гаара, Джирайя, Цунады, Хирузен сынды азулы шинобилер екінші сезонда орташа күшке ие кейіпкерлердің қатарына қосылды. Генма, Аоба, Куранай, Асума, Шизуне сияқты джоуниндер және Нарутоның құрдастары жайлы тіпті айтудың өзі артық. Дзюцулар шинобидің қолындағы жеңіске жетуге үлкен септігін тигізетін құралға емес, оның хайп деңгейін анықтайтын нәрсеге айналды. Бұрынғы бір адамның көзін жоюға арналған нинджутсулардың орнын үлкен аймақтарды, кеңістіктерді құрта алатын нинджутсулар басты. Мен өзім ең алғаш рет 4 құйрық шығарған Наруто мен 8 құйрық шығарған Киллер Би жасаған биджудамаларды көргенде қатты әсер алғанмын. Мен үшін олар ең мықты нинджутсулар сияқты көрінді. Ал содан кейін тіпті сондай күштің өзі орта деңгейдегі күш болып қалды. Мысалы, Какаши бірінші сезонда ақылмен төбелесіп, нинджутсуны тек ең қажет кезде пайдаланатын күшті, құпияға толы кейіпкер еді. Ал Шиппуденде оның қолынан Райкири түспейтін болды. Анименің соңында ол Камуи, тіпті Сусано қолданып, ол шиноби емес, жартылай құдайға айналды. Өздерін дін жолымен жүремін деп ойлайтын, бірақ аниме көретін адамдардан бұл сөзім үшін әрине кешірім сұраймын. Керісінше, бірінші сезонда біз көп үміт күткен Шино, Киба, Неджи сияқты кейіпкерлер ешкімге қызық болмай қалды. Неджидің пайдасыз болғаны соншалық оны автор өлтіре салды. Әрине, олар да левел ап алды, бірақ олардың левел апы тым мардымсыз болды. Бұрын балалар кішкентай кездерінде мен Неджимін, мен Кибамын, мен Гаарамын деп таласса, ал қазір бәрі мен Итачи, Саске, Мадара, Обито, Пейн, Ишики және тағы басқамын деп айтып жатады. Яғни кілең жартылай құдайлар десек те болады. Анименің деңгейіндегі әрине. Олар сондай үлкен күшке ие болған соң, оларды Наруто Шиппудендегі жай адамдармен салыстыра алмаймыз ғой. Сол үшін оларды анимедегі жартылай құдайлар деп атасақ та артық етпейді. Кейіпкерлердің тым күшті болып кетуі анимедегі төбелестерді тым қызықсыз қылып жіберді. Бұрынғы ақылды төбелестердің орнына біз дзюцуға қарсы деген концепцияны қабылдадық. Яғни күшті шинобиді өзіңнің әлсіздеу техникаңа айламен түсірудің орнына шинобилерге енді одан да мықты техника керек болды. Сол үшін көптеген чунин, джоунин, тіпті анбулар жай ғана қоқыс болып қалды. Себебі 100 анбу жиналса да, Саскеге ол түкте емес, чунин, джоуниндерді айтпағанда. Және сіздер байқадыңыздар ма, Нарутоның көп фанаттары селекция ғылымымен айналысатын ғалымдарға ұқсайтынын. Жалпы селекция деген не? Селекция ол өсімдік, жануар, микроорганизмдердің жаңа адамдарға пайдалы түрлерін ойлап табатын ғылым. Ал оның Наруто фандарға не қатысы бар? Наруто фандарды селекциямен айналысатын ғалымдар сияқты ананы мынаған қоссақ мынандай нәрсе шығады деп бір жерлерінен бал ашып отырады. Мысалы, анаған барион мод беру керек. Ана екеуі үйленсе, ол екеуінің балаларында Джоуган пайда болады. Мына кейіпкерге Хаширама жасушаларын беру керек және тағы да басқа. Сондай фанаттар мені әбден шаршатты. Олардың бір жерлерін Хашираманың жасушаларымен бітеп қою керек сияқты. Бұл әзіл әрине. Барлық Наруто фандар аман болсын.
Менің ойымша, әр кейіпкер өзінің жеке ерекше дзюцулар мен қабілеттеріне ие болуы керек. Ал бір қабілет ары кетсе 2 адамда қайталануы керек. Ал қабілеттер қайталанған жағдайда ол оқиға желісін бұзбауы керек. Мысалы, барлық Хьюга әулетінің мүшелері 8-3 грамм 64 жұмсақ тигізу нинджутсусын қиын сәттерде қолдана алса, мұнда тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Немесе Акимичи әулетінің барлық мүшелері жандары қысылған сәтте көбелекке айнала алса, бұған да көнуге болады. Бірақ Риндеган мен Хаширама жасушаларын кім көрінгенге беру — бұл нағыз сорақылық. Ал барлық қасиеттерді қосып ботқа жасау сюжетпен жалпы анимені құртты. Мысалы, кезіндегі дүркіреп тұрған Риндеганға ие болмаған адам қалды ма өзі? Меніңше, оны енді тек Ирука мен Тонтонға беру ғана қалды. Менің ойымша, Нарутода күш деңгейін жалпы төмен түсіру керек еді. Себебі күштің тым көптігі бізді үлкен тығырыққа алып келеді. Себебі тым күшті кейіпкерге одан да мықты қарсылас керек. Одан да Нарутоның құрдастарына жаңа техникалар беріп, соларды өсіргенде, ал Наруто мен Саскенің күшін сәл азайтқанда, біз Неджи Саскеге қарсы, Шино Сасориге қарсы, Дейдара Кибаға қарсы деген сынды қызықты опростарды көбірек көрер едік. Бірақ авторлар бізге тым күшті кейіпкерлерді көрсетіп, күштер баланстан айырды және Мадара, Обито, Кагуя сияқты тым күшті қарсыластарға оларды әділ жеңе алатын қарсылас таба алмады. Келесі үлкен кемшілік ол сюжеттегі бос орындар. Мен сюжет жайлы аса қатты айтқым келген жоқ, бірақ оған мүлде тоқталмай кете алмаймын. Оны басқа бөлек видеоға қалдырғым келген, сонда да тоқталып өтейін. Яғни, Нарутоның сюжеті қызық, дегенмен құрылымы бойынша онда ақ дақтар өте көп. Кейіпкерлердің өмірлері, олардың күштерінің тарихы, әулеттердің тарихы, түгелдей ауылдардың тарихтары айтылмай кетті. Қараңыздар, анимеде Итачи жайлы 7-8 флешбэк бар, дегенмен соның біреуінде Итачидің Акацкидағы өмірі, оның Тоцука қылышымен Ято қалқанына қалай ие болғаны жайлы. Ол Каноханы Акацкиден нақты немен және қалай қорғағаны айтылмайды. Ойымды кеңейтсем, біз мысалы құм, тұман, бұлт ауылдары туралы өте аз білеміз. Содан ол ауылдарда түгі жоқ па деген көзқарас қалыптасады. Алайда шын мәнісінде бәрі олай болмау керек еді. Меніңше, филлерлерде не канон серияларда басқа ауылдардың тарихын, онда бұрын өмір сүрген және қазір өмір сүретін мықты шинобиларды, ауылдардың арасында болған қақтығыстар жайлы көбірек көрсету керек еді. Мысалы, 20 жыл бұрын Суна Кумоға былай істеген, 35 жыл бұрын Ива Кириді сатып кетті, 45 жыл бұрын Каноха Сунаға керек көпірді өртеп жіберді деген сияқты. Егер біз басқа ауылдардағы бұрын өмір сүрген шинобилар мен олардың өткен тарихын жақсырақ білгенде, біз Наруто әлемін одан да жақсы түсінер едік. Одан бөлек анимеде қалыптасқан канондардың астыртын өзгеруін байқауға болады. Мысалы, Риндеган ең алғаш көрсетілгенде ол 3 доджутсудың ішіндегі ең мықтысы деп айтылады. Ал кейінірек біз Риндеган пайда болуы үшін реинкарнациялардың чакрасын қосу керек деген мәліметті естідік. Және тіпті Шаринганның Риндеганнан пайда болғанына да куә болдық. Яғни канон өзгертілген. Және Рикудо Сеннин жайлы алғаш не делінгенін білесіздер ме? Ол Джубиді тоқтатып, оны өзіне мөрлеген деп айтылған еді. Бірақ кейінірек Рикудо Сеннин Джубиді өзі жалғыз тоқтатпағаны белгілі болды. Оған қоса ол Джубиді өзіне мөрлеген соң ғана 6 жол данышпаны аталады. Яғни канон өте тұрпайы түрде өзгертілген. Одан бөлек Рикудо Сеннин арқылы барлық шиноби әулеттері пайда болған деген ақпарат та басында айтылып жүрді. Ал аниманың соңында біз бәріне Кагуя қатысты екенін білдік. Яғни канон тағы да өзгертілген. Одан бөлек Минатоның Курама мод пен Сеннин модын қолдануы да сондай жайтқа жатады. Себебі Миябоку тауында Джираядан кейін сол модты игерген екінші адам ол Наруто деп айтылады. Абсолютті Сусано, Мадараның бірде-бір көзсіз Сусано қолдануын, Обитоның Сусаносын, Шисуидің Сусаносын анимеде байқаусызда жіберілген қателіктер немесе өзгерген канон деп қабылдасақ болады. Және мұндай ситуациялар анимеде жетерлік. Ал сіздер осыған ұқсас қандай жағдайларды байқадыңыздар? Астына жаза кетіңіздер.
жауларды өлтіру, оларды оқиға желісінің құрбаны ету тек Нарутоның ғана емес, көптеген аниме, фильм, ойындардың кемшілігі. Бірақ Наруто анимесінде бұндай жайттар өте үлкен көрініс тапты. Мысалы, Хидан, Итачи, Нагато, Какудзу, Дейдара, Обито, Мадара және тағы да басқа қызықты жаулар әділ түрде жеңіліс табудың орнына өздері оңай жеңе алатын шайқастарда қаза тапты. Бұл менің және әлем бойынша көптеген фанаттардың ашу-ызасын келтірді, және мәселе ашу, қайғы, өкініш сияқты эмоциялар мен сезімдерде емес. Мұндай құрбандыққа шалулар арқылы оқиға желісінде түсініксіз жайттар, үйлеспеушілік пен келіспеушіліктер, күштер балансының бұзылуы пайда болады, және содан келіп фанаттар арасында бітіспес даулар пайда болады. Егерде жауларды оқиға желісі үшін құрбан қылмай, ал құрбан қылған күннің өзінде оларды әділ түрде о дүниеге аттандырғанда, бұл ең алдымен аниме үшін пайдалы іс болар еді, және әрине фанаттарға деген үлкен құрмет болар еді. Ұмытылған кейіпкерлер Наруто анимесінде өте көп. Жаңа кейіпкерлер қосылған сайын көптеген бұрыннан келе жатқан кейіпкерлер оқиға желісіндегі маңыздылығынан айырылады. Оқиға желісінен тыс қалған олар манга және анимеде мүлде көрсетілмей кетеді. Анимеге жаңа қосылған фанаттарға бәрібір болғанымен, олар үшін ескі кейіпкерлердің дамуы мен құлдырауы өте маңызды. Тентен, Киба, Неджи, Шину және тағы да басқа Нарутоның құрдастары екінші сезонда маңызды рөлдерге ие болмады, және сол үшін анимеде өте аз көрсетілді. Дегенмен анимеде пайда болған проблемаларды шешу үшін осы кейіпкерлерді қолдануға болар еді. Мысалы, Акацкиді жеңу үшін деген сияқты. Одан бөлек Нарутоның құрдастары уақыты келгенде левел аптар алып тұрулары да керек еді. Олардың өмірінде маңызды оқиғалар орын алып, олар да тұлға ретінде өсулері керек еді. Себебі уақыт өте келе Наруто мен Саскеге қарағанда олар тым әлсіз, пайдасыз және қызықсыз болып қалды. Одан бөлек екінші және үшінші қатардағы кейіпкерлерді де оқиға желісіне араластыру керек еді, өйткені олар оқиға желісін ауқымды қылып көрсете алады. Ал мысалы бәрін өзі жеңіп жүрген Наруто менің ойымша тек мектеп оқушыларына қызық сияқты. Не дегенмен Наруто Сайтама емес қой, ал Наруто Шиппуден комедия жанрындағы аниме емес еді. Мен өткен видеода айтқанмын, Гаараның фанаттары Нарутода жақсы кейіпкерлер тым көп деп айтады деп, және олардың сөздерінің жаны бар. Тым көп жақсы кейіпкерлер жауыздарды ақтау, мысалы Обито жақсы болған, оны өмір құртты деген сияқты пікірлер анимені тым бір жақты қылып жібереді. Яғни аниме әртүрлі кейіпкерлерге толы болуы керек, және кейіпкерлер жақсылықтан жамандыққа және керісінше көшіп отыруы керек. Оқиға желісі алға жылжыған сайын тек бас кейіпкерлер емес, барлық кейіпкерлер дамып отыруы керек. Сонда ғана аниме қызықты болады, көрерменге толыққанды болып көрінеді. Бір сөзбен айтқанда, анимеде қызықты жақсы кейіпкерлер де, қызықты жаулар да, қызықты есінен ауысқандар да болуы керек еді. Бірақ Наруто авторлары көптеген жауларды ақтап алып, оларды періште сияқты қылып жіберді. Наруто бірінші маусымда қызықты кейіпкер болды, алайда шын мәнісінде Наруто Шиппуденде Наруто басқалармен салыстырғанда аса қызықты кейіпкер бола алмады. Ол өз айтқанынан қайтпайтын шиноби, дегенмен оның бойында өзіне тартатын қызықты қасиеттер аз. Мүмкін оның барлығы оның есейгендігінен болған шығар, дегенмен оның төбелес стилінің өзі көп сериялар бойы қызықсыз болып келді. Бұл Нарутоның филлерлері неге қызықсыз деген сұрақтың жауаптарының бірі десек те болады. Себебі Нарутоның өзі кейіпкер ретінде қызықсыз, ал оның қайта-қайта Хокаге болуы мен Саскені құтқаратыны жайлы айта беруі, басқаларға еріксіз өз көзқарастарын таңуы көптеген адамдардың ашу-ызасына тиді. 500 серия бойы Наруто кейіпкер ретінде өзгерістерге ұшыраумен болды, алайда анименің ең соңында ол бәріне өз мінезі мен жан дүниесі үшін емес, жасаған ерліктері үшін қуаныш әкелді. Ал оның біраз ерліктері көбінесе мықты кейіпкерлерді сөзбен, яғни Наруто терапия арқылы, немесе жауларды оқиға желісі үшін құрбан ете салудан пайда болды. Сол үшін жеке менің ойымша Наруто қызықсыз кейіпкер, ал бірақ сіздер менімен келіспесеңіздер, астына Наруто маңызды деген сөздерді жаза кетсеңіздер болады.
Кез келген аниманы жасау барысында қателіктер пайда болады. Идеалды еш нәрсе болмаған соң, көптеген майда-шүйде кемшіліктерді көрермендерге кешіре салуға да болады. Және бір өнім барлық адамға бірдей ұнауы мүмкін емес екендігін де ұмытпайық. Дегенмен қателіктер мен кемшіліктер тым көп болған кезде ең сүйікті дүниенің өзі қуаныш пен қайғыны бірге әкеліп, соңынан біртүрлі өкініш сезімін де тудыруы мүмкін. Наруто анимасы танымалдылық жағынан, өзіне баурап алу, қызықтыру жағынан сөзсіз masterpiece, яғни шедевр болғанымен, оның құрылымы өте нашар болды. Мен Нарутоны жақсы көремін, қатты жақсы көремін, бірақ оның бойындағы кемшіліктерді қабылдай алмаймын. Себебі мен бергенді жей беретін өз пікірі жоқ, ақымақ, соқыр фанат емеспін. Сіздерді де дәл сондай адам деп есептеймін. Және де сіздерге айтарым, филлер серияларды көріңіздер. Ол жерде өте көп қызықты дүниелер бар. Ал осымен видеоны аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған аниме өмір, Бякуганның тайм-коды жайлы ұмытпаңыздар. Көп рахмет сіздерге, сау болыңыздар.